Біздің тағамыз дайын болды. Ал енді не істейміз? Дайындап өзіміздің укропымызды салып алдық. Енді дәмін көретін боламыз. Тамаша. 2-3 кеттік. Біз сіздермен бірге әдемі етімізді сүйегімен керемет етіп сорпа қылып шығаратын. Қазір не істейміз? Оны кастрөлге салдық. Оны жақсылап 1,5-2 сағаттай балбыратып пісіріп алдық. Енді не істейміз? Қазір алып шығамыз. Алып шығып болғаннан кейін сорпаны міндетті түрде жақсылап сүзіп алыңыз. Мен айтар едім сізге, басқа ыдысқа құйып, өзіңіздің мына қажет болса осы кастрөліңізді бір шайып алып, қайтадан сорпаңызды құйып жүрсеңіз жақсы болар еді. Мен өзім солай жасаған жақсы көремін. Өздеріңізге көрініп тұрғандай, енді біз не істейміз? Қазір картопымызды салып жатырмыз. Картопты мен арнайы өзім ұсақ-ұсақ етіп турап қойған болатын. Менің қолымда қазір шәуел. Шәуелді не істеп жатырмыз? Жақсылап жуып алдық, тазалап алдық. Ең соңындағы мына стебель дейміз ғой, ағаш жағын турап жібердік, оны кесіп алып тастадық. Одан кейінгі қалған ұсақтап турап шығамыз. Бұл бізге тамаққа әдемі етіп дәм беру үшін. Ал жапырақтары келген кезде не істейміз? Жапырақтарын міндетті түрде кішкене үлкен етіп турауыңызға болады. Қалауыңыз бойынша қалай турағыңыз келеді, солай турайсыз. Бірақ енді астындағы стебель дейміз, оны міндетті түрде ұсақтап тураңыз. Сонда сіздің тағамыңыздың әдемі дәмі шығатын болады. Ал жақсы қыздар, кеттік. Ары қарай. Ал біздің шәуел жақсылап турап болдық. Оны арнайы ыдысқа салып қоямыз. Одан кейін бізге не қажет екен, өздеріңіз қазір біз бірге көретін боласыздар. Шәуелді қалай турау екенін көрдіңіздер. Міндетті түрде ұмытпаңыздар. Әдемілеп жақсылап жуып болғаннан кейін стебелді ұсақтап турайды ұмытпаңыздар. Тағы да қайталап өтем. Жақсы, біздің сорпамыз қайнады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, енді мен зажарка салып жатырмын. Ал енді бұл зажарканың қалай жасалу жолын білгіңіз келсе, міндетті түрде менің екінші сабағыма өтіңіз. Ол жерде бұл зажарканың қалай жасалу жолын өздеріңіз білетін шығарсыздар. Мейрамханаларда 20 минутта ас дайын болады. Қалай дайын болады? Оның барлық құпиясын менің осы парақшамда барлық құпияларын бәрін ашатын болам. Сіз осы парақшадан жақсылап үйреніп аласыз. Міндетті түрде парақшаға жазылыңыз. Мен сізге сіздің қалаған тағамдарыңызды үйрететін болам. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір мен бір жұмыртқаны алдым, оны жақсылап омлетке дайындап алдым, Омлетке дайындадым дегенім, ол вилкамен жақсылап езіп, айналдырып алдым. Жақсы, енді мен не істеп жатырмын? Шәуелді салдым. Қазір шәуелді салғаннан кейін бұны қойып ұмытып кетпейміз, қыздар. Бірден салып болуынша, артынша тұз бұрыш біз бағана пісіріп алғанда салған болатынбыз. Енді тағы да қазір тұз бұрышымызды саламыз. Дәмін көреміз. Сізге, маған деген сияқты өзіңіздің талғамыңызға қалай ыңғайлы, соны міндетті түрде дәмін татып көретін боласыз. Жақсы. Енді біздің бағана сізбен бірге дайындаған біздің неміз бар? Жұмыртқамыз бар. Жұмыртқаны бірден салып жібермей, оны мынау арнайы ыдыспен араластырып тұрып, сөйтіп барып салсаңыз жақсы болады. Егер бірден салып жіберетін болсаңыздар, ол бір жерде жұмыртқа пісетте комок болып қалады. Сондықтан міндетті түрде араластырыңыз. Сонда сіздің сорпаңыз мынандай әдем болып шығады. Жақсы қыздар, тоз бұрышты салдық, жаңағы шәуелді салдық, одан кейін жұмыртқамызды салдық. Жұмыртқа тағы да біреуін саламыз, міндетті түрде оны ұмытпаймыз. Менің қолымда кәдімгі ас үй уксусы, Енді осы уксус менің қолымда 70%. Соны жаймен байқап, бір ғана қасықтың ұшына ғана кішкене 1-2 тамшы тамызсаңыз, мына сіздің осы 2 литрдегі көлемге әдемі болып жеткілікті. Енді уксусты салып болдық, одан кейін не салғанымды байқадыңыздар ма? Байқамай қалдыңыз. Ол бізде қант болатын. Уксустың қышқыл дәмін кетіру үшін не істедік біз? Қант салдық. Енді менің қолымда өзімнің пісіріп алған етім бар, балбырап тұр, керемет, тамаша. Осындай қылып піскен еттерді өзім жақсы көремін. Сізге ұнай ма? Оны білмедім. Ал ұнап жатса, міндетті түрде осы парақшаның астына жазып кетіңіз. Жақсы. Ал егер сізге ұнамайтын болса, өзіңіздің қалауыңызша жасауыңызға болады. Жақсы, біз не істедік? Етімізді бағанағы картоптың көлемінде етіп, жақсылап турап аламыз. Қазір тамаққа саламыз.
оған дейін жақсылап шандыр мандыр анау мынау сүйек пүйек ештен кетіп қалмас үшін бәрін мұқият жасаймыз. Жақсы қыздар, ары қарай егер осы сорпалар ұнап жатса, егер тағы да өзіңіздің қалауыңыз болып жатса, қандай сорпа аңсап жүрсіз, әлде үйренгіңіз келіп жүр, міндетті түрде жазып шығыңыз. Жақсы, біз не істедік? Етімізді салдық, тұзымызды салдық, бағана уксус салдық, одан кейін қант салдық. Қандай керемет! Бұл кереметті енді менің жаңа өзімнің оқырманым міндетті түрде жасап көреді деген ойдамын. Өйткені ол кісі өзі алып тұр, не үшін қолдану керек екенін білмейді екен. Мен содан кейін айтқан болатын. Сіз менің парақшама жазылыңыз, мен сізге сол рецепті сіз үшін көрсететін боламын деп. Міндетті түрде көрсетіп, ол кісіге жаңағыдай жасап көр деп айтатын боламын. Ал жақсы, сіздер де жасап көріңіздер. Менің қолымда сарымсақты осылай бірінші үстіне мыжып алдым. Одан кейін турадым, одан кейін өздеріңіз көріп тұрғандай пышақпен ары-бері өтіп, оны ұсақтап турадым. Егер сіз теркадан өткізетін болсаңыз, сізде бұндай аромат болмайды. Ал егер мына осы жаңағы пышақпен ұсақтап, жақсылап тураған жағдайда сіздің тағамыңыздың дәмін келтіретін осы чеснок болады. Ал жақсы қыздар, осы чеснокты жақсылап, сарымсақты турап, мұжғылап, қанша турағым келді, сонша турап алдық. Ал енді осы чеснокты алып тағамызға салатын боламыз. Жақсы, түсінікті ғой барлығы. Ал түсінікті болмай жатса, міндетті түрде менің осы парақшамның астына комментарийға жазып кетіңіз. Қандай тағам ұнайды сізге? Қандай керек? Әлде сіз мына ши зеленыйды қалай жасайсыз? Сол жөнінде бөлісе кетіңіз. Ал жақсы қыздар, ханымдар, ханшайымдар, енді өздеріңіз көріп тұрғандай, мен бағана сіздерге айтқан болатынмын, екінші жұмыртқа бар деп. Ол екінші жұмыртқаны да жақсылап бағанағыдай етіп, үгітіп етіп алдық. Енді мен салып жатқанда қасықпен бұлғап жатырмын. Ал енді барлығымызға ас болсын, дәмін көріңіз. Бізде тағам дайын болды. Ыдысыңызға салып алыңыз, жеп көріңіз. Ас ұнап жатса, міндетті түрде ұнады деп жазып кетіңіз. Ұнамай жатса, оны да жазып кетіңіз. Мен ренжімеймін. Сіз үшін әрдайым қуаныштымын. Жасап көріңіздер, үйреніңіздер. Өте керемет тағам, өте жеңіл тағам. Әсіресе жазға мықты тағам. Ал қыздар, барлығыңызға ас болсын. Сіздерді келесі жолы кездескенше.